Сәлем баршаңызға. Осы салаттың рецептін айтқанша менің каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бізге керегі 2,5 кг помидор, оны ет тартқыштан өткізіп аламыз. Және де 1 кг қызыл бұрыш, менде полы горки. Егер сіздерде тәттісі, яғни болгарский болса, онда чили араластырсаңыздар болады. 500 грамм сәбіз, оны теркадан өткізіп аламыз. 600 грамм қияр, 3-4 сағат суға салып қойып, артынан барып қолданамыз. Оны домалағынан тураймыз. 600 грамм пияз, оны да квадрат етіп турап аламыз. Барлығын турап дайындап алған соң, помидордың суына салып, жақсылап араластырамыз. Барлығы біркелкі болғанша, жаңағыдай пияздарды бөлек-бөлек болғанша жақсылап араластырып алыңыздар. Одан кейін қазанымызға 100-120 грамм май құйып, қыздырып аламыз. Салатымызды салып, тағы бір рет жақсылап араластырып, крышкасын жауып қоямыз қайнағанша. Оған дейін көкшөптерімізді турап аламыз. Бұл жерде 40 грамм укроп, 40 грамм ас көкі және де 40-50 грамм чеснок, яғни бір несі. Қайнағаннан кейін 1 минуттан кейін осы көкшөптерімізді салып, 1 қасық, үлкен қасықта қант, 1,5 қасық тұз және де 1 қасық 9% уксусты құямыз. Барлығы үлкен қасықта. Және тағы бір рет жақсылап араластырып аламыз. Қалауларыңыз бойынша лавровый лист және де домалақ қара бұрышты салсаңыздар болады. Тағы да 3-4 минут қайнатамыз. Ыстық күйінде стерилизация етілген банкілерге салып және де ыстық күйінде жабамыз. Менде 4 литр шықты. Жабылған банкілерді ыстық етіп жауып қоямыз.